Бірақ бір не Аринаның маған деген сезімі жоқ сияқты да. Жоқ. Енді бір кішкене былай болады ғой, адам бір-бірін сезеді ғой. Бір енді маған деген бір сезімі бар шығар деп нетіп қаласың ғой, енді кішкене бір не жоқты түртпейді да. Түртпейді. Кішкене, вообще бір эмоция, ноль. Вообще құр расход десе. Бір доход, сезімнің доходы жоқ та бұл жерде. Бір кездесіп бір кішкене үміт сыйласа, о деп нетіп қаласың ғой. Эмоция. Бір жазып атырым, WhatsApp-тан сөйлесіп атыр. Только общение, сәлем қалайсың, жақсы не істеп атырмын, сол жерден бітіп қалып атыр да. И бірақ ана кішкене өзі арасында звондап, бір жазып нетіп қалса, бір о деп нетіп қаласың ғой, бір күшті көңіл көтеріліп, өзіңде жазып, онан сайын бірдеңе ашыла бастайсың ғой. Вообще ілмейді, жоқ. Нөл. Бірақ ренжіме, әрине сен бүйтіп айтып жатқаныма, сен әлі жассың, әлі кездеседі жақсы жігіттер, маған просто уақыт жоқ. Менде, тезет сөйлесіп, үйленіп, бала сүйіп, көчінай деп еркелетіп, осылай жоқ, рас қой. Сөйтіп неттім келеді да, мен ниетім. Келген жердегі, бұл жердегі мен ең басты мақсатым сол отбасы болып, бала тәрбиелеп, асырап, сүйгім келеді. Достарым, балалар уже бірінші, екінші классқа барып атыр. Мен де біреуді шаққым келеді деп қойсаңызшы. Қысқасы өте қатты отбасын құруға жігітіміз асығыс екен, бірақ біз Арина екеуміз бір-біріміздің адамымыз емес екенін түсінген сияқты. Мұхтар, Арина? Қош келдіңіз, Мұхтар, қалайсыз? Жоқ, Диана ханым, енді хабарласқан кезде, жазған кезде мен уақытысымен жауап беремін енді. Но қазір қандай өкпемен келе жатқан мен вообще түсінген жоқпын. Қалай түсінбедің? Не үшін өкпелі екеніңізді түсінбеймін дейді. Өкпелі болғанда осы ғой, маған деген бір несін байқамадым, сезімін, көңілін. Байынша сезесің ғой, екі қызбен жігіт сөйлесіп жүрген кезде, шамалы уақыт өте келген кезде, бір арасында бір маяктарды береді ғой, өзінің сезімінше, кішкене. Ондай маякта эмтранста жоқ та. Сосын мен де ойладым, бәлкім мен қыздың маған деген сезімі жоқ шығар, құр босқа уақытты өткізбейік дегенім ғой. Просто жоқ, мен бұл жерде неттім кеп тұрған жоқ, Аринаны кінәлағым кеп тұрған жоқ. Бәрі жақсы сөйлесіп, орнымен жауап беріп жүр, бірақ бізден сөйлесіп жүргеніміз құр босқа әрі қарай дамымайтын сияқты, бір жұп шықпайтын сияқты, соны байқап отырмын. Аринада сізге қарай еш нәрсе жоқ. Арина, оны жоққа шығармайсыз ғой? Диана ханым түсінемін. Мен Аринаны кінәлап отқан жоқпын мен. Диана ханым. Айта кетейікші, Диана ханым, енді дым жоқ деп жаңағыда Арина айтып жатсың ғой, қош келдің бауырым. Негізі ішіндегісін прям ашық айтып жатыр кәдімгідей. Просто мен бұл жерде Аринаны түсінбей тұрғаным, бірінші арақатынас тоқтады, бірінші арақатынас тоқтады, нормально кетті. Потом сен ортаға шығып, қайттан бір танысып көрген, бір мүмкіндік беріп көрген өзіме деп, сен жігітке қайттан үміт сыйлап, шақыртып алдың да, неге сен шақырған жігітке қайттан былай өзің сөйлесуге мүмкіндік бермегесін? Жаңағыдай қалай бар, давай деген сияқты тоқтатып тастап. Просто сен андай, білмеймін, для галочки істеп жүрсің, мынаны барлығынша үміткер жоқтығынан ба қайтадан шақырып алып, сол нәрсені сезініп отыр. Вообще уважение жоқ та саған үміткерге келіп отқан. Либо сенің ойың басқа жақта жүр вообще. Жоқ, Хамо қазір айтып жатсың ғой, енді екінші рет шақырдым деп қош келдіңіз. Бірақ сіз как будто мынандай сияқты қылып отырсыз да, келдіңіз да, мен асығыспын, Арина сен кетті ма, орныңды босата салшы деген сияқты қылып айтып отырсыз. Сөйлесіп, кездесіп арасында